Саламатсызбы, мен Ақтыбек бала және бірінші өлең мектебі оқушысы. Менің қазіргі орындайтын әнім «Сәлем Қазақстан». Авторы Ғарифолы Құрманғалиев. Ғарифолы Құрманғалиев 1909 жылы 1 қаңтар Ақкөл ауылынан Қаратөбе ауданына Орал облысына дүниеге келді. 1993 жылы Алматы облысында қайтыс болды. Композитор, актер, педагог, әнші. Әншілік қабілеті бала күнінен байқалған. Ұлы мұхиттың шәкірттерімен Шынтас пен Шайхыдан дәріс алған. 1934 жылы Алматыда өткен халық көркемөнерпаздарының бірінші бүкіл Қазақстан сілтесіне қатысқан. Сол жылы музыкалық драма және театр, қазіргі опера мен балет театры құрамына қабылданған. 1967 жылдан бастап республикалық өнер мен музыкалық сабақ берген. Ғарифолы Құрманғалиев орындаушы шеберлігімен қатар өзі де көптеген әндер шығарған. Олар Ақ жайық, Сүйген жаз, Сүйемін туған өлкемді, Сәлем Қазақстан, тағы сол сияқты көптеген әндер шығарған. Мен қазіргі орындайтын әнім «Сәлем Қазақстан». Бұл өлеңді автор өзінің еліне, жеріне деген махаббатымен айтқан, патриоттық ән. Әннің ішкі күйі жігерлендіреді.